Пифагор теоремасы. Параграф 14. Ұлы ғалым Пифагор біздің заманымызға дейін 570 жылы Самос аралында туған, ежелгі грек еді. Шебер шешен әрі данышпан мұғалім Пифагор адамдарды медицинаға, ғылымға, музыкаға, тағы басқаға үйретті. Пифагор геометрияға үлкен үлес қосты. Қазіргі мектептерде математикалық есеп шығаруда оның Пифагор атты теоремасын жиі қолданамыз. Пифагор теореманың осы уақытта 367-ден астам дәлелдеулерін таба аламыз. Өзіне тоқталайық. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең. ABC тікбұрышты үшбұрышын қарастырайық. Мұндағы А мен Б қабырғалары катеттер, ал С гипотенуза болсын. Сонда теорема бойынша С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат теңдігін аламыз. Енді катетті тапқымыз келсе, А квадрат тең С квадрат минус Б квадрат немесе Б квадрат тең С квадрат минус А квадрат теңдіктерін аламыз. Мысал есеп қарастырайық. Тіктөртбұрыштың ені 5 см, ал оның диагоналі 13 см-ге тең. Осы тіктөртбұрыштың периметрін есептеңіз. Есептің сызбасын қарастырайық. Тіктөртбұрыш ені 5 см, диагоналі 13 см. Табу керек периметр. Периметрді табу үшін бізге барлық қабырғаларын қосып шығу керек. Ені бар, яғни ұзындығын табамыз. Диагональ тіктөртбұрышты 2 тікбұрышты үшбұрыштарға бөледі. Соның бірі гипотенузасы 13, катеті 5, екінші катеті А болсын. Пифагор теоремасы бойынша А квадрат тең С квадрат минус Б квадрат. Яғни 13 квадрат минус 5 квадрат тең 169 минус 25, оларды азайтсақ 144. А квадрат 144 болғандықтан Аның мәні 12-ге тең. Периметр 5 см қосу 12 см қосу 5 см қосу 12 см тең 34 см. Жауабы 34.